Ассалаумалейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын бургердің рецептісімен бөлісетін боламын. Күнделікті бір сарында тамақтан шаршасаңыз, міндетті түрде дайындап көріңіз. Мен бургерге арналған булочкаларды алдын ала осылай пісіріп дайындап алдым. Қараңыздар, жоп-жұмсақ болып шығады. Булочкалардың жасалу жолының видеосын описанияға белгілеп кетемін. Описание бөліміне кіріп, сілтеме арқылы өтіп, булочканың де жасалу жолын көре аласыздар. Енді біз котлетін дайындауға кірісеміз. Менде 400 граммдай фарш, сиырдың, қойдың кез келген еттен пайдалана берсеңіздер болады. Үстінен ұсақтап туралған пиязымызды, бір дана жұмыртқамызды саламыз. Және де жұмыртқаларыңыз үлкен болатын болса, жартысын ғана қосқандарыңыз дұрыс. 1 шай қасық крахмал, және де ең басты котлетімізге ерекше дәм беретін ол кетчуп, 1 ас қасықтай кетчуп қосамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біз жақсылап араластырып алдық. Негізінен қолмен мұжып тұрып араластырғандарыңыз дұрыс. Бізде ет кішкене сулау болып тұрады. Енді барлық котлеттер бірдей болу үшін мен осылай таразының көмегімен бөліп аламын. Сіздер көз шамасымен бөлсеңіздер де болады. Жалпы бұл рецептен 5 дана котлет шығады. Котлеттерді дәл осылай қолымызбен формасын келтіріп, жайып аламыз да. Мінекей осындай болып шығу керек. Майға салып, орташа отта екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Тағы да ескерте кететін нәрсе, котлеттерді келесі бетіне аударар кезде өте мұқият болыңыздар, сынып кетуі мүмкін. Толықтай пісіп шыққан котлеттерімізді 180 градуста қызып тұрған пешке 10-15 минутқа салып аламыз, толықтай пісуі үшін. Мінекей қыздар, біздің котлеттеріміз шықты, өте ыстық болып тұр. Мұнда салат жапырақтары, сыр, қызанақ, тұздалған қияр, бургер тұздалған қиярмен өте дәмді болады. Мұнда біздің